Тормен сурет салу да жазғы ойындардың бір түрі. Асфальтқа сурет салу бұл тек қана көңілді серуендеу ғана емес, сондай-ақ балалар шығармашылығын шыңдау, қоршаған ортаны балаға таныту болып табылады. Яғни қалам, қарындашпен қағазға сурет салудан гөрі балаға қызығырақ және өзгеше болады. Енді жаңа айтып кетіп жатыр, каникул кезінде балалар өздерінің бір демалыс күндерін өткізу мақсатында біз мәдениетке ұйымдастырып, осындай кішкентай балаларға көңіл бөліп, осы асфальтта суреттерін салсын. Бұл Әрсеннің машинасы, бұл үйе шаңырағы. Бұл алмаға шеген. Қызыл алма өзі. Әрсеннің үй Әрсен. Жанарым елімде, құрбан еткен жерімде, көрмейік зардабын енді азаптың. Басыма аңсаған, азаттық деп қанша жан, армандарын жыр еткен мен Байқауды қорытындылау және марапаттау үшін әділ қазылар алқаларына беріледі. Құрметті балдар, бүгін күшті әдемі суретті салдыңыздар. Әр бала өзінің табиғатын, отбасын, бүкіл несін насихаттап шықты. Үйінің ұйымдастыруымен жазғы демалыста балалардың бос уақытын тиімді пайдалану мақсатында балалық шақтың сиқырлы әлем атты асфальтта сурет салу байқауы